Құрметті Төле би ауданының тұрғындары, азаматтары, бүгін 13 мамыр күні ауданның таулы аймағында қатты жауған нөсер жауынның салдарынан Қасқасу өзені тасып ауылшылық төрт көпірге шайып кетті. Одан бөлек Алатау ауыл округінде Екпін елді мекенінде орталық көшелерінде Егер қаласында да бірнеше көшелерден жауыннан түскен сулардың жүруі орын алды. Және ең күрделі жағдай бізде Келітас ауыл округі Сұлтандрабат елді мекеніндегі орталық көшесіндегі Сауран көшесінің 150 тұрғын үйі бар бөлігінен көшемен судың ағып өткендегі де күрделі жағдай орны қалыптасты. Бірнеше үйлердің ауласына және де үйінің ішіне су кіру жағдайы орын алды. Қазіргі таңда біз нақты қанша үйге судың кіргендігін және су кірген үйлердің жағдайын анықтаудамыз. Ауылдық округтегі осы көшенің тұрғындарын біз эвакуациялау жұмыстарын ұйымдастырдық. Ленгір қалалық 8-ші колледждің жатақханасына үйлеріне су кірген азаматтарды онда орналастырудамыз. Бұл жұмыстарға біз аудандық төтенше жағдайлар бөлімі және де облыстық төтенше жағдайлар департаментімен бірге отыра аудан әкімдігімен 180-ге жуық азамат жұмылдырылды, 44 арнайы техника жұмылдырылды. Қазіргі таңда судың арнасымен үлкен өзендердің бойына түсу жұмыстары ұйымдастырылуда. Аудандық әкімдік жанынан жедел штаб құрылды. Қауырт желісі де жұмыс жасап тұр. Барлық азаматтар өздерінің сұрақтары бойынша сол қауырт желіге де өз сұрақ. Жауын тоқтап тұр. Судың деңгейі де басылды. Бірге жағдайға тұрғындардың денсаулығына, өміріне келетін қауіп жоқ деп есептейміз. Жағдай қазіргі таңда аудан әкімдігімен және төтенше жағдайлар